Сәлем балалар, әдебиеттік оқу 2-ші сынып 10-ші сабақ тақырыбы менің сүйікті тағам майдар бойынша қор өлеңі. Жаңылтпасты жаңылмай айтуға дағдылан. Қамаштан көріп қалашты, қалашқа жарас таласты. Асан бақша жақтан ақ сабақ асқабақ әкелді, басқа жақтан басқарақ асқабақ әкелді. Баланың сөзді мүдірмей дыбыстарды дұрыс айтуына көмектеседі. Бұл жаңылтпаш. Бірінші, мұнда Қамаш есімді баладан қалашты нанның бір түрі бөлкені көріп қойып, оған жарас есімді екінші бір баланың таласқанын тура айтылған. Мақсаты оқушылардың қ және ш дыбыстарын бір-бірімен шатастырмай анық әрі жылдам айтуын дамытады. Екінші, мұнда Асанның бақшадан ақ сабақты асқабақ үзгені, сосын өзге жерден пішіні немесе түрі сәл өзгешелеу тағы бір асқабақ алып келген сипатталған. Мақсаты сөйлемде б, қ және с дыбыстары жиі қайталанады. Бала, бірінші тапсырмада қандай тағамды өздерің ұнатасыңдар? Бала, сендер қандай тағамды ұнатасыңдар? Кәнеке айтып көріңдерші. Өлең қалай аталған, ол атау кімге қатысты оқып түсіндіріп көріңдер. Яғни бүгінгі өтетін Қастек Баянбайдың Қор атты өлеңін оқисыңдар балалар өздерің. Балалар, суреттен не көріп тұрмыз? Ауылдағы әжеміз кең дала, жайлау. Әже құрт жайып отыр, бір қолымен қымыз пісіп отыр. Бұл неке далада пештің от жағып, шайдың қайнап жатқаны, сиыр мен малдар өрісте жүргені, яғни құрттың жентің барлығы да осы сиырдан келетін, ал қымыз бізде жылқыдан келетін білуге болады. Өлең қалай аталған? Өлең қор деп аталады. Бұл атау кімге қатысты? Бұл атау тікелей әжеге қатысты. Мұндағы қор сөзі әженің қыс бойы немесе алдағы уақытта отбасы азық қылсын деп қамаңдай терімен жинаған, дайындаған тағамдары ырыс несібесі, сарымай, құрт, ірімшік. Әже үйдің берекесі мен азық қорын жасаушы тұлға. Өлең не туралы айтылған? Өлең ауылдағы әженің бір күндік тынымсыз еңбегі, ұлттық тағамдар дайындау үдерісі туралы. Ол таң атпай ерте тұрып жай жатып еңбек етеді. Ошаққа от жағып бие байлайды, мал сауады. Әженің қолынан шыққан құрт, ірімшік қойдың қарны сақталып, тоңазытылған сары май және ашыған айранын ірімшік жасау өнері суреттелген. Өлеңнің идеясы адал еңбекті дәріптеу, ысырапшылыққа жол бермеу. Өлеңде әженің маңдай терімен ертеңгі күнгі азық қамдайтыны айтылады. Терші жүріп маңдайы ертеңгі азық қамдайды. Сондай-ақ ашып кеткен айранның өзін төкпей ірімшік айналдыратын әженің үнемшілдігі, іскерлігі өскелең ұрпаққа үлкен үлгі. Өлең балаларды еңбекқорлығы, ана мен әженің еңбегін бағалай білуге шақырады. Негізгі құндылық еңбекқорлық, үнемшілдік, яғни текке шашпау, ысырап қылмау және ұлттық дәстүрді қадірлеу. 4-ші тапсырма, ұлттық тағамдар туралы қосымша мәліметтер жинастыр, тапқан деректерін кестеге түсір. Ұлттық тамақ құрт, сиырдың, қойдың немесе ешкінің сүтінен қайнатып кептіріп жасалатын қатты ұлттық тағам, көбіне дөңгелек пішінді болады. Құрамында кальций өте көп болғандықтан тіс пен сүйекті қатайтады, ас қорытуды жақсартады, жол жүргенде жүрек айнуын басады. 2-ші, қымыз биенің сүтінен арнайы күбіде пісіп, ашытылады, шипалы, дәруменге бай ұлттық сусын, иммунитетті күшейтеді, өкпе ауруларына ем, жүйке жүйесін тыныштандырып, ағзаға күш-қуат береді. 3-ші, жент қуырылған тарыны түйіп, оған сары май, қант, бал және мейіз қосып, араластырып жасалған тәтті тағам. Құрамында дәрумендер, майлар мол болғандықтан өте құнарлы. Күш-қуатты тез қалпына келтіреді, қаны аздыққа пайдалы. Ірімшік сүтті ұйытып, сары суынан бөліп қайнату арқылы жасалатын жұмсақ немесе қызыл түсті кептірілген тағам. Ақуыз, яғни белок пен дәрумендерге бай, балалардың бойының өсуіне, бұлшық еттердің дамуына көмектеседі. 5-ші, сары май сүттің қаймағын немесе іркітті пісу арқылы алынатын өте жұмсақ, хош иісті табиғи май. Ағзаның маңызы А, Д, Е дәрумендермен байытады, көздің көруін жақсартады, тері мен шашқа пайдалы, суық дегенді таптырмас ем. Неге балалар өздеріңіз жаңа айтып өткен сары май, құрт, ірімшік, қымыз және жент. 5-ші, сәйкестендіруді қателер тап түзетіп жаз. Сары майды шайқайды, құрт өреге жаяды, айран ұйытады, ірімшікті қайнатады. 6-ші тапсырма, мектеп асханасында тамақтың түрлері көп-ақ үзілістер қандай тағамды алар едің?
неліктен, тағы қандай тағамның болғанын қалайсыңдар, досыңның таңдауы туралы пікір білдіріңдер. Мен үзілісте ыстық сорпа мен палау алар едім, себебі бұл тағамдар өте құнарлы, бойға күш-қуат береді. Келесі сабақтарда шаршамай зейін қойып отыруға көмектеседі. Екінші бала, мен мектеп асханасын сүзбе қосылған бәліш пен жылы сүт немесе компот алар едім. Өйткені сүт өнімдері сүйекті қатайтады әрі жеңіл тамақ үзілісте тез әрі ыңғайлы тамақтарға өте жақсы. Мектеп асханасында дәрумендерге бай жаңа піскен жемістердің, мысалы алма, банан, көкөніс салаттарының көбірек болғанын қалаймын. Сонымен қатар пайдалы ұлттық сусындарымыз қымыз, шұбаттың, тәттілердің орнына құрт пен жемтің кішігірім қаптамада сатылған өте жақсы болар еді. Үшінші, досының таңдауы туралы пікір білдіру. Әлі сенің ыстық тамақ пен жеміс салатын таңдағаны өте дұрыс. Салауатты өмір салтын ұстану үшін асхананы фастфуд емес, осындай пайдалы тағамдар жеген пайдалы. Мен сенімен толық келісемін. Кеңес беру. Нұржан, сенің тәтті тоқаш пен газ алған сусын алғаныңды көрдім. Меніңше үзілісте оның орнына денсаулыққа пайдалы сорпа ішіп, табиғи шырын алғаның дұрысырақ болар еді. Тәтті тағамдар тіске де, асқазанға да зиян екенін ұмытпайық. Оқушыларды жұпқа бөліп, немесе біреу асханадан тамақ таңдаушы, екіншісі оның таңдауын бағалайтын диетолог, дос рөлінде ойнауға болады. Балалар, бүгін біз тамақтардың қайсы пайдалы, қайсы зиян, ол пайдалы тамақтар адамның денсаулығына қалай әсер ететіні туралы сабақ білдік. Сабақ аяқталды.